Құрметті тыңдармандар, сіздердің назарларыңызда Байжұманов Бауыржан өзінің Facebook парақшасында жариялаған жазбасы. 6 мамыр 2020 жыл. Серікжан Қытай экспансиясына қарсы күрес жасаған әлемдік деңгейдегі саяси білікті маман деп білем. Қытай кет, жер бермейміз, шал кет деп құр шулағанмен ештеңе шешілмейді. Сатқысы келген билік ешкімге айтпай-ақ сата салады, кім біліп жатыр. Ал Серікжан Біләш Қытай ықпалын әлемдік алпауыттар арқылы тежеді. Ал біздегі нұрботтар халықтың назарын басқаға бұрып, Серікжанды жек көрінішті көрсетіп, Серікжанның үнін өшіріп, кезегі келсе соттатып жіберіп, баяғыдай Қытайдан триллионды қалтаға басып, 55 жобаны іске асырып, Қытайдың отарлау саясатын қолдап, бір ел бір белдеу проектісін жүзеге асырмақ. Ал қазіргі кезде Серікжан Біләштің Қытайға қарсы күрес жасауы халықтың Қытайға деген қарсылығын күшейтіп тұр. Онымен қоса, өзім политик мамандығын тамамдағаннан кейін жасырмай айта кетейін. Серікжан Біләштің ақш, Европа елдерімен қарым-қатынасы жақсы екен жасырын емес. Бірақ неде болса, осы ақш сияқты белді әрі Қытай саясатына қарсы елдермен одақтаса отырып, Қытай ықпалынан шығу керек. Бұл жолды Серікжан Біләш жақсы талдағанында көрініп тұр. Соған байланысты біздегі шалдардың да тырнағы батпай жер тепкілегендей әрекетте отырғаны анық. Жалпы ел экономикасының жоғарылауы, халықтың тұрмыс жағдайының жақсаруы керек. Бірақ осы атың өшкір Қытай арқылы емес. Оның себебі де бар. Жақын жылдары шығып жүрген Қытай сайттарындағы қазақ жері туралы жазбалары, қазақтың жері негізі біздікі еді деген әңгіме бос сөз емес. Оны тағы sohu.com сияқты Қытайдың мемлекеттік сайты жарияласа. Ал 55 жобаны арзан тиімді бағаға Қытай зиян тартып болсын салуы мүмкін. Бірақ біздің болашағымызға түскен құрт тәрізді. Қытай планда 100 жылға жоспарлауы түк емес. Соңында қалай қақпанда қалғаныңды білмей қаласың. Ел ағалары осыны ескере отырып, Серікжан Біләш сияқты Қытайға қарсы сауатты күрес жасаған азаматтарды қолдаса екен деймін. Қытайшыл топтың бір болмағыр нәрсені іліп алып, түймедейді түйедей етіп дегендей, Серікжан Біләшті қаралап жүргені, оны 24 сағат фейк аккаунттармен таратып әлек болып жатқаны жай емес. Соңғы жылдардағы Қытайға жіберілген 3 нотаға да Серікжан Біләштің бастауы себеп болған екен. Серікжанның үнін өшіру неге керек болып жатқанын енді түсінерсіздер. Өзім Серікжан Біләштің Қытайға қарсы күрес жасаған жолын қолдаймын.